Сәлем достар, сіздермен мен Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесші. Өзіміз отырып шай ішейік. Шай ішейік бағдарламасы қаржылық сауатыңызды арттыруға және өміріміздің маңызды қаржылық тақырыптарын талқылауға арналған тұрақтайды. Қаржылық білім беруде үлес қосып отырған бас демеушіміз Халық сақтандыру компаниясы. Бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Еңбек нарығында өз құныңызды қалай арттыруға болады? Бұл сұрақ қазіргідей бәсекелі заманда әрбір маман үшін өзекті. Себебі жұмыс берушілердің таңдауы көп, бірақ нақты құнды, икемді және нарыққа бейімделген мамандар аз. Ал сіз сол аздың қатарында болғыңыз келсе, бүгінгі әңгімемізді мұқият тыңдаңыз. Алдымен еңбек нарығында құн дегеніміз не деген сұрақты талқылайық. Құныңыз бұл сіздің біліміңіз, тәжірибеңіз, дағдыларыңыз, кәсіби беделіңіз және ең бастысы жұмыс беруші немесе клиент сіз үшін қанша төлеуге дайын екендігі. Біреулер үшін бұл айына 300 мың теңге болуы мүмкін, ал басқалары үшін 3 миллион теңге. Айырмашылық та тек мамандық емес, сонымен қатар өзіңізді дамытуға деген ұмтылыс, жұмысқа деген көзқарас және нарықтағы сұраныс анықтайды. Еңбек нарығында құнды болудың бірінші қадамы білім мен дағдыны тұрақты жаңартып отыру. Диплом алу бастамасы ғана. Заманауи нарықта технологиялар мен талаптар жылдам өзгеруде. Мысалы, 5 жыл бұрынғы маркетинг әдістері қазір жұмыс істемеуі мүмкін. IT, дизайн, қаржы, медицина кез келген салада жаңа трендтер мен құралдар пайда болады. Егер сіз жаңа бағдарламаларды, тілдерді, әдістерді үйренбесеңіз, бәсекелестеріңіздің артында қаласыз. Сондықтан курстарға жазылыңыз, онлайн оқыңыз, сертификаттар жинаңыз. Екінші қадам икемді болу. Қазір еңбек нарығы көп салалы мамандарды жоғары бағалайды. Мысалы, сіз бухгалтер болсаңыз, тек сандарды есептеп қана қоймай, Excelдің күрделі формулаларын, қаржылық талдау жасауды, тіпті салықтық заңнаманы да жақсы білуіңіз керек. Немесе дизайнер болсаңыз, тек графика ғана емес, веб-дизайн мен UI, UX қағидаларын да меңгеруіңіз артық болмайды. Мұндай қосымша қабілеттер сіздің жалақыңызды бірнеше есеге арттыра алады. Үшінші қадам кәсіби желіні нетворкингті дамыту. Ең жақсы ұсыныстардың басым бөлігі таныстар мен байланыстар арқылы келеді. Конференцияларға, семинарларға қатысыңыз, кәсіби қауымдастықтар мен онлайн топтарға қосылыңыз. LinkedIn, Instagram сияқты платформаларда өзіңіздің кәсіби бетіңізді жүргізіңіз. Жұмыс іздеп жүргеніңізді немесе жаңа жобаларға ашық екеніңізді жасырмаңыз. Төртінші қадам жеке брендті қалыптастыру. Бұл тек блогерлар үшін емес, кез келген маман үшін маңызды. Жеке бренд дегеніміз сіз туралы адамдардың пікірлері мен әсерлері. Егер сіз сенімді, уәдесінде тұратын, нәтижеге жұмыс істейтін маман ретінде танылсаңыз, жұмыс беруші де, клиент те сізге көбірек төлеуге дайын болады. Мысалы, сіз заңгер болсаңыз, пайдалы кеңестер жазып, әлеуметтік желіде бөлісіңіз. Сізді кәсіби адам ретінде көбірек таниды. Бесінші қадам қаржылық сауаттылық. Жалақыны арттыру жақсы, бірақ табысыңызды тиімді пайдалану одан да маңызды. Мұнда бізге халық сақтандыру сияқты сенімді серіктестер көмекке келеді. Неге десеңіз, сіз қанша көп тапсаңыз да, күтпеген жағдайлар болса, ауру, апат, жұмыссыз қалу бәрі жинақтарыңызды азайтып жіберу мүмкін. Сол себепті өзіңіздің қаржылық қауіпсіздік жастығыңызды жасау үшін міндетті түрде сақтандыру, жинақ және инвестиция құралдарын пайдаланыңыз. Егер де сіз кенеттен жұмысыңыздан айырылсаңыз, біздің бас демеушіміз Халық сақтандыру компаниясының жұмысынан айырылудан сақтандыру полисін қарастырып өтейік. Бұл полистің бағасы небәрі 15 мың теңге. Сіз 15 мың теңгені жылдық төлем ретінде төлейсіз және жұмыстан айырылудан өзіңізді сақтандыра аласыз. Бұл дегеніміз не? Егер сіз жыл арасында кенеттен жұмысыңыздан айырылсаңыз, сізге 250 мың теңге сақтандыру компаниясынан төлем міндетті түрде беріледі. Бұл төлемді сіз жұмыс іздеу барысында өмір сүру үшін қолдана аласыз. Яғни жалақыңыздан айырылғаннан кейін сақтандырудың арқасында сіз 250 мың теңге төлемін алып жұмыс іздей аласыз. Бірақ егер де сіз жұмыс іздеу барысында 1 ай іздейсіз, 2 ай іздейсіз, сіз мысалы жұмыс таба алмасаңыз, жұмыста айырылғаннан кейін сізге
250 мың теңге ақша төлем жасалады. Бірақ егер де сіз жұмысты екінші айда да таба алмасаңыз, сақтандыру компаниясы тағы да 250 мың теңге сізге төлем жасайды. Сонда сақтандырудың жалпы құны 500 мың теңгеге жетеді. Яғни бір ай ішінде сіз жұмыс таба алмасаңыз, жалпы сізге компаниядан берілетін сома 500 мың теңге. Қарап отырсаңыз, 15 мың теңге жылына төлеп, 500 мың теңгеге дейін өзіңізді сақтандыру керемет емес пе? Ал енді сол сақтандыру полисін төлемін алу, полисін сатып алғаннан кейін, жұмыстан шығарылғаннан кейін жұмыс таба алмасаңыз, сіз сол сақтандыру төлемін алу үшін қажетті құжаттар тізімін ресми сайттан қарай аласыз. 15 мың теңгелік полистің тиімділігі өте керемет деп санаймын. Өйткені біздің заманда қазір жұмыс бүгін бар, ертең жоқ, ал сақтандыру сіз үшін өте қолайлы жағдай. Жаңа жұмыс табу барысында өзіңіз жайлап 250 мың теңгені алып, асықпай жаңа жұмыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Сол себепті осы сақтандыру, жұмыстан айырылу сақтандыру полисіне мән беріңіз. Еңбек нарығында құныңызды арттырудың қосымша стратегияларына тоқталайық. Бірінші, жоғары сұраныстағы дағдыларды меңгеріңіз. Ол деректерді талдау, жасанды интеллектпен жұмыс істеу, шетел тілдері. Екіншісі, халықаралық тәжірибе жинақтаңыз. Қашықтан жұмыс істеу арқылы шетелдік жобаларда тәжірибе алу өте тиімді. Үшінші, мансаптық жоспар құрыңыз. Қай бағытта өсетініңізді алдын ала жоспарлаңыз, жалақыны қанша уақыттан кейін арттыруға мақсат етіңіз. Және ең бастысы, өзіңізге инвестиция жасаудан қорықпаңыз. Бұл уақыт, ақша және күш талап етеді. Бірақ бұл инвестицияның қайтарымы жоғары табыс, тұрақты сұраныс және өз ісіңізден қанағат алу. Қорытындылай келе, еңбек нарығында өз құныңызды арттыру тек білім және тәжірибеден тұрмайды. Бұл сонымен қатар қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Бұл сіздің кәсіби және қаржылық тұрақтылығыңызды бір уақытта қамтамасыз ететін қадам. Өзіңіздің мамандығыңызға байланысты карьера жоспарын жасаңыз. Карьера жоспарын жасаудың алдында сіз талдау жасауыңыз керексіз. Талдау үшін, мысалы, 3 жыл немесе 5 жылдық аралықты қарастырасыз. Мысалы, сіз 2021 жылы, 2022, 2023, 2024, 25 аралығында қандай мамандықта болғаныңызды қарастыруға болады. Мысалы, 21 жылы сіз көмекші ассистент ретінде бастаған шығарсыз. Бұны міндетті түрде жазып шығу керек. Бұл өзіңіздің жұмысыңызға талдау жасауға өте көп ықпалын тигізеді. Кейін сіз маман болдыңыз, специалист немесе джуниор деп айтамыз ғой. Енді әрбір салаға байланысты өзгерістер көп. Мысалы, IT саласында көбі джуниор деп айтады. Кейбір, мысалы, банк саласында, қаржы саласында да джуниор мамандары бар. Кейін сіз сол қалпы маман болып қаласыз. Одан кейін мүмкін сіз бас маман боларсыз. Ал 25 жылы бөлім бастығы деп айтайық, қарастырайық. Бұл талдау жасағаннан кейін сіз әрі қарай өзіңіздің 3 жыл аралығында 26, 27, 28 жылдары қандай өзгерістер болу керек және де жоспар жасайсыз. Мысалы, 2026 жылы сіз бөлім бастығы болып қаласыз, бірақ жалақыңызды көтергіңіз келеді. Ол үшін қандай дағдыны үйрену керек деген өзіңізге сұрақ қоясыз. Дағды немесе сертификат қарастырасыз. Кәдімгідей осылай жазып шығасыз. Әр саланың өзінің ерекшеліктері бар. 2027 жылы мүмкін сіз департаменттің бастығы боласыз, немесе управленияның бастығы деп атайық. Енді орысша айтып кеттім, бірақ қазақшада аудармасы бар. Енді әрбір мекеменің өзінің ерекшеліктері бар. Ол департамент болуы мүмкін, управление болуы мүмкін. 28 жылы мысалы сіз директор департаменті боласыз. Бұл жай мысал. Өзіңіздің салаңызға байланысты осылай карьера жоспарын жасап шығасыз. Және де әрбір осы жоспардың қарама-қарсы не істеуім керек деген сұрақ қоясыз. Осындай, мысалы, мамандығымды арттып, жалақымды арттырып, осындай карьера жасап, осындай бөлім бастығы немесе директор департаменті болу үшін не істеу керек деген сұрақ қойып, сол сұрақтың жауабына қарай дағды, сертификат алу немесе қандай да қосымша тәжірибе алуды қарастырып шығасыз. Бұл карьералық жоспар өте маңызды. Себебі карьера жоспар болмаса, сіз сол 5 жыл аралығында, мысалы 5 жыл деп айтайық, бірақ маман ретінде болып жүресіз, немесе сіз одан өсіп, мысалы бастық боласыз да, бөлім бастығы, немесе білікті маман боласыз.
узкий специалисттарда немесе там сеньор менеджер боласыз. Бұның барлығы өзіңіздің амбицияңызға байланысты, әрине мақсатыңызға байланысты, бірақ карьералық жоспар жасау өте маңызды болып келеді. Карьералық жоспар үшін сіз міндетті түрде келе жатқан жылды қарастыруыңыз керек. Ол мысалы 2026 жылдың аралығында, 27-28 аралығында не істеу керек, немесе 2025 жылдың аяғына дейін қандай әрекет жасау керек деген байланысты. Осындай карьера жоспарын жасап, осы видеоның астына жазып кетіңіз. Мүмкін біз қандай да бір көмек көрсете аламыз, жауап беріп, немесе осы видеоны қарап отырған біздің көрермендерге сізге қандай да бір кеңес беру мүмкін. Сондықтан комментарияға өзіңіздің карьера жоспарыңызды жазып кетуіңізге де болады. Бірге талқылап көрейік.